Сәлем баршаға, сендер Еркек Лайф каналындасыңдар. Бүгінгі сабақ бізде қандай сабақ? Бүгінгі сабақ бізде қыздарға кинестетикалық түрде әсер ету. Кинестетика дегеніміз не ол? Кинестетика дегеніміз қыздарға жақындау, іс-әрекетпен физикалық түрде, физически жағынан физикалық түрде әсер ету. Ол қалай мысалы? Мен сендерге толығымен айтып берейін. Ең бастысы біз қыздарға жақындадық, амандастық, сөйлеп үйрендік, жақсы сөйлейміз, эмоция береміз, қызықтырамыз, бәрі бізде жақсы. Енді бізге келесі этап бұл қыздарға жақындау. Қыздарға қалай жақындаймыз? Бастапқыда айтып кеткендей, қыздарға тию, физикалық түрде тию үшін не істеу керек? Біз қызықтырамыз, эмоция береміз. Алдыңғы видеодағыдай біз айтамыз да, мысалы шашың әдемі екен дейміз да, шашынан ұстаймыз, қолың әдемі екен дейміз да, қолынан ұстаймыз. Сөйтіп жақындай береміз. Кинестетика негізі бұл өте қыз бен жігітті өте жақын тартатын зат негізі. Сондықтан жігіттер кинестетика етеміз. Қыздарға жақындап эмоция береміз да, жай қолына ұстап, шашынан ұстап, бетінен ұстап, сөйтіп жақындай бастаймыз. Негізі көптеген жігіттер бар, олар үш түрге бөлінеді. Үш түрге: визуалды, теориялы және кинестетикалы болып бөлінеді. Үш түрге визуалды. Мысалы, бастапқыда айтып кетейін, қандай жігіттер бар, қандай болады. Визуалды дегеніміз, визуализация, ол деген виртуалды болып саналады. Жігіттер олар тек қана телефонмен, интернетпен, переписка, звондау болса, көбінесе переписка, WhatsAppпен көп жылдары, 2 жылдары бойы сөйлесе береді. Бірақ ол адаммен кездеспейді жігіттер. Ол адаммен кездеспейді. Біріншіден сол қателіктері еркектердің сондай кездеспейді. Тек қана оған ыңғайлы, комфорт. Телефонмен сөйлеседі, сол былай жетеді деп ойлайды негізі. Бірақ өмірде ол қызбен кездеспеген, тек қана сөйлесе алады. Шын айтсам, телефон, интернетте батыр, өмірде қызға жоқ. Сондай жігіттер болады. Оны біз визуалды, виртуальный адамдар дейміз. Екіншіден ол теориямен ғана жүктелген адамдар. Олар қандай адамдар? Олар интернетте, WhatsAppта болсын, сайттарда, танысу сайттарында болсын сөйлесе алады. Және кездесе алады. Қызбен кездесе алады. Кездеседі, жүреді, сөйлеседі, бәрі жақсы. Эмоция береді, қызықтырады, бірақ қызға жақындамайды. Тек қызбен дос болып қалады, дос ретінде сөйлеседі, бірақ қызға жақындау дегені жоқ. Негізі ақша құртады, бәрін істейді, бірақ қызға жақындау нөл. Неге? Өйткені ол ойлайды. Теориялы жігіттер андай адамдар. Қызға көбірек жақындаймын, сосын қыз маған өзі айтады: давай, жігіт, маған жақында деп. Бірақ онда еш уақытта болмайды. Қыздар бірінші ешқашан жақындамайды. Қыздар әдемі алданғысы келеді. Жігіттер, қыздар әдемі алданғысы келеді. Бірақ олар егер өздері бірінші жақындап сендерге айтса, онда ол жеңілтек немесе жеңіл мінезді қыз деп жаман ойға бату мүмкін. Сол себептен олар бірінші ешқашан таныспайды, жақындамайды. Қимыл жағынан жақындамайды. Танысулар енді болады, бірақ ондай мен әлі өмірде көрмеппін. Қыз жігітке жақындап номерді алған деген. Ондай тек қана
біз телевизорде ғана көре аламыз. Сондықтан жігіттер, теориялық жігіттер, сендерге айтарым, қимыл іс-әрекетті көбейтіңдер, қимылдаңдар. Теорияларың жақсы, енді қызға жақындау керек. Қолын ұстау керек, шашын ұстау керек, и ары қарай өздерің көресіңдер. Және де үшінші тип бізде ол деген кинестетикалы және теориялы екеуі бірге. Визуалды аз кіреді ондайға. Өйткені кинестетикалы жігіттер теориялармен, олар визуалды түрде аз қолданады. Визуализацияны аз қолданады. Өйткені оған визуализация, виртуальная сөйлесу қызық емес. Вот сондай жігіттер дұрыс жігіттер. Өйткені олар ойлайды, интернетте отырады да ұзақ сөйлеспейді. Олар ойлайды, неге мен интернетте ұзақ уақытын құртамын, егер де мен үшінші бізде тип негізі визуализация және кинестетика және визуализация теория. Үшеуі бірге кіреді. Бастапқыда олар негізі интернетке қызықпайды. Кинестетикалық жігіттер интернетке мүлдем қызықпайды. Олар көбінесе практиканы жақсы көреді. Ол жігіттер негізі дұрыс. Неге олар сондай? Өйткені олар далада, көшеде жақындай алады, сөйлесе алады. Оларға негізі практика, тірі жүзінде танысқан оларға өте жақын болады. Сол себептен жігіттер үшінші этапты болыңдар. Ол кинестетика, теория түрінде танысу. Көбісі ондайға қиын негізі өмірде. Қызға жақындаған, сөйлескен, танысқан, бірақ та сөйтіп танысу керек. Өйткені сендер қазірден бастамасаңдар кинестетика түрінде танысуды, сосын сендерге өте қиын кеш болып кетеді. Өйткені сендер теория, визуализацияға үйреніп кетсеңдер, онда кинестетиканы мүлдем ұмытасыңдар. Өйткені қазіргі таңда интернет бәрі қатты дамыған, адамдар интернетке кіріп кеткен. Неге? Өйткені біз талай көреміз, автобуста болсын, метрода болсын, мегацентрлерде болсын, бәрі жерде болсын, қыздар, ұлдар телефонға ғана қарап отырады, болды. Телефонға, автобуста бәрі телефон қарап отырады, бір-бірімен сөйлеспейді. Даже оларда негізі теория жоқ. Теорияның өзі жоқ. Олар визуализацияда қалып қалған адамдар. Олар теория мен кинестетика негізі айтпай ақ қойын. Кинестетика ол бір 2-3% қана жігітте болмаса, ал қалғандары көбісі визуализация бізде қазір дамыған. 60-70% қалғаны теория, 20-25% қалғандары 2-3% қана бізде кинестетика. Егер сендер жігіттер кинестетика жасамасаңдар, онда сендер қыздармен дос болып қаласыңдар. Өйткені қыз деген күтеді біріншіден, қашан маған қолымен ұстайды, қашан қолын ұстайды, шашын ұстайды деп күтеді. Бірақ сендер ешнәрсе істемейсіңдер. Сол себептен жігіттер, қыздар 1-2-3 рет күткеннен кейін сендерді френд-зонаға жібереді. Френд-зона дегеніміз не? Френд-зона дегеніміз дос болу, қалду. Одан артық ешнәрсе болмайсыңдар жігіттер. Дос болу, жай қызбен дос болу, қыздың проблемаларын шешу, сырласу, соның жігіті туралы есту. Бірақ ондай әңгімелер қыз өте жігітке ауыр тиеді. Мысалы, жігіт деген сол қызды қатты жақсы көрсе, қыз болса өзінің жігіті туралы сол жігітпен сырласып, жігітпен қалай сөйлесу керек екенін сол жігіттен сұраса, онда ол жігітке өте ауыр тиеді. Өйткені өз қызды жақсы көреді, ал ол басқа жігіт туралы уайымдап ойлап отырса, онда ол жігітке өте ауыр тиеді. Сондықтан жігіттер, бастапқыда көрсетеміз, қызға жақындағанда не үшін жақындағанымыз көрсетеміз. Жақындағанда ұнадым, сөйлесек дейсің, болды. Сосын
серьезно жүруге тырысыңдар. Бастапқыда көрсетіңдер қызға, не үшін сендер сөйлесіп жүргендеріңді, дос ретінде ма немесе жігіт ретінде ма. Егер бастапқыда айтпасаңдар, онда сосын өте кеш болып кетеді. Сол себепті жігіттер, қызға жақындаймыз, кинестиканы дамытамыз, және де ұялмаймыз.